Достар, баршаларыңызға ассалаумалейкум. Бүгін мен ерекше бір тақырыпты қозғамақшымын. Ол тақырыпты бұрындары мен ашып айтпағанмын. Бүгін айтуға ниеттендім. Даусым сәл ауырып қалды, назар аудармаңыздар. Бастысы менің беретін ақпараттарымды мұқият тыңдаңыздар, жарай ма? Ал кеттік. Айтпақшы, видеоны соңына дейін көріп, подписка жасап, достарыңызбен бөлісіңіздер. Және комментарияға сұрақтарыңызды жазып өтсеңіздер болады. Умра сапарын мен осы жақын арада жасап келген болатын, жақын күндердің ішінде. Және оны жасап біткеннен кейін бірнеше ақпараттар бар. Сіздермен бөліскім келетін ол ақпараттармен мен тіпті жақындарыммен де бөліскен жоқпын. Бірінші YouTube каналымен бөлісем деп шешім қабылдадым. Умра сапары ол адам үшін сынақ. Түсінген адамға сынақ болады. Неге? Өйткені құлшылық жасау кезде, Аллаға жақындар кезде сынақтар болып тұрады, және оны өту арқылы Аллах тағалаға иншалла жақындай бастаймыз. Сондай сынақтардың бірі менде де болды. Яғни умраға бармас бұрын 3-4 күн бұрын менде Рауда деген бар ғой, Медина қаласында Рауда мекен бар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жатқан жер. Оған күнін таңдап, уақытын таңдап, арнайы приложениеда тіркеліп солай ғана кіре алады. Ал менде приложениемда менде ошибка болып, Раудаға кіре алмай қаламын. Вы представляете? Сондай кіре алмайтындай, мүмкін емес нәрсе болды да. Содан кейін мен не істедім? Қатты кіргім келді, бірақ ешқандай хакерлер, компьютердің, сотканың нелер болады, мықты адамдары ешқайсы не істерін білмеді. Мен көп салауат айта бердім. 3 күн қатарынан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям салауат айта бердім. Алладан шын тіледім: Аллахым, мен Раудаға кіргім келеді. Сенің ризалығың үшін күнәларымды кешіре көр, Раудаға кіруді нәсіп етші деп мен 3 күн қатарынан салауат айта бердім. И Аллах тағала, білмеймін, бұл енді мақтанған емес, бірақ хакерлердің ойына келмейтін бір ой салды да, мен соны жүзеге асыру арқылы иншалла приложением жұмыс жасап, кәдімгі ресми түрде жұмыс жасап, Раудаға орнымды алуға мүмкіндік туды. Оған қатты қуандым. Енді екінші мәселе, екінші сынақ, Раудаға орындар толып қалады. Өйткені біз сезон кезінде бардық қой, қаңтар айында. Қаңтар айы, желтоқсан айы, ол умраға барудың сезон айлары. Өйткені ол жақта Мекке, Мединада ең қолайлы салқындау ауа райы болады, ал қалған айларда сәл ыстықтау болады. Сондықтан да адамның көптігіне байланысты Раудада орын өте аз болды. Яғни бізге айтқан жарты сағат сайын обновление жасап тұрыңдар, орын шығып қалады деп. Жоқ, бірақ жарты сағат емес, минут сайын обновление жасап тұрдым. Өйткені кей кезде приложениеда 1 минутта болады да орындар, 2 минутында болмай қала береді. Сондықтан да тез орын алу қажет болып, мен 2 күн немесе 1,5 күн қатарынан мен орындарды іздей бастадым. Приложениедан орын маған 1,5 күннен кейін шықты. Жолда кетіп бара жатып, бір ең соңғы орында қалыпты да, соған тіркеліп, деп бір арқамнан бір ауыр жүк түскенде қатты қуандым. Аллаға шүкіршілік еттім. Аллахым, рахмет, маған осындай Раудаға кіруге мүмкіндік бергенім үшін деп. Орнымызды тіркеп алдық. Енді бұл бірінші сынақ болды. Бұл жерде сіздерге бір кішкене айтқым келеді. Сынақтар келген кезде күпірлік жасамау керек. Күпірлік деген: Аллахым, неге именно мен, неге аналар кіріп жатыр, неге аналарда оңай болып жатыр, неге менде қиын болып жатыр деген ол күпірлік. Ал күпірлік деген Аллаға ренжу, жаңағы күпірлік адамды діннен шығарып жібереді. Сондықтан да абайлау қажет. Ондай кезде Аллаға дұға ету керек. Барынша дұға етіп, әрекеттерді жасап, күпірлік етуден сақтану қажет. Сондай ситуация қатты айтқан келіп бара жатады. Оның бәрі сынақ, бәрін түсінемін. Бірақ сондай кезде әрекет жасап, дұға жасау қажет. Аллах тағала соны естеріңізде болсын, жарай ма? Қандай да бір қиыншылық болса да өміріңізде, бұл тек қана умраға қатысты емес. Тур компаниясын таңдау. Мен тур компаниясын 3-4 ай бұрын зерттей бастадым. Өзіме ұнайтын қолайлы компанияларды өзіме ыңғайлысын таңдай бастадым. Яғни ол жататын гостиницасына, одан кейін обслуживаниясына, тікелей рейспе немесе пересадкалар бола ма, ұшқан кезде соның бәрін зерттеп өзіме ыңғайлысын таңдадым. Мен қай компаниямен ұшқанымды айтпаймын, өйткені әркімнің өз таңдауы бар, өзінің ниеті бар. Өзіңізге ыңғайлысын таңдаңыз. Бірақ мен жаңағыдай критерияларға қарадым. Сонымен қатар тікелей рейс деген таңдадым. Шымкент қаласына ұшатын болдық. Өйткені мен Шымкенттен басқа қалаға қонып, оқта 7 сағат немесе басқа да сағат күтіп, мен үшін сәл қиындау да. Сондықтан да тікелей Медина немесе Шымкенттен тікелей Джидда қаласына қонатын ұшақ жағын да қатты қарастырған болатынмын. Мен үшін қолайлы болу үшін. Және де
туркомпаниясын таңдадым, өзіме ұнады. Ұшатын күніміз келді, біз ұштық. 5 сағат ұшуымыз қажет еді, бірақ біз 6 сағаттай уақыт ұштық. Енді ұшқан кезде сондай нелер болып тұрады, айырмашылықтар болып тұрады, бірақ тікелей рейспен ұштық. Одан кейін ол жаққа барғаннан кейін уже тағы да келесі сынақтар бастала бастады. Менің соңғы тістерім керамикалық ше, жылдыртқан соңғы шайнайтын тістерімді артқы сол керамика Медина қаласында жүрген кезде түсіп қалады ғой, тамақ жеп жатқан кезде түсіп қалады. Ол үшін менде сынақ қой, тамақ жеу жағынан сәл қиындық туғызады. Тағы бір жылайын деп сондай бір сезімде болдым. Бірақ бұл да бір сынақ қой дедім да, кішкене басымды қосайын, Аллах тағала миды бекер берген жоқ қой деп жанында қыздармен ақылдаса отыра, ол керамиканы күнде азанда жуып, орнына салып, қайдан алып, енді апалар сияқты, протез сияқты жүрдім. Енді өкінішке орай бір жағынан сәл күлдім өзімнің ситуацияма. Неге? Өйткені өзінің ситуацияңа күле білу арқылы адамның өмірі сәл жеңілдейді, қиын болып тұрса да. Жанында қыздардан енді мына жағымен шайнап үйреніп қалған ғой, мына жағымен шайнап үйрен деп жайлап, мына жақпен шайнап үйрен, тамақты асықпай жеп, сондай да бір нелер болды, оқиғалар болды. Одан өттік. Медина қаласында бізде уже сынақтар жайлап болады да, ал Мекке қаласында қатты сынақтар болады. Ол сынақтар адамның қандай әлсіз тұстарынан ұстайды. Сіздерге айтайыншы, сынақ тақырыбында адамның ашуы, мысалы ашуыңыз келетін ситуациялар болады. Бірақ умра жасап жүрген екен, сіз барынша ашуланбауыңыз қажет, иә. Өйткені Аллах ризалығы үшін бара жатсыз ғой. Аллах сабырлармен бірге ғой. Сабырлы болу деген бұл жерде жырда болып жату емес. Сабырлық деген бірінші удар келеді сізге, бір қатты соққы қиын болып бір ситуация келсе өзі жылап жібермей, айқайлап жібермей, немесе ашуланып, боқтап жібермей, барынша Алла ризалығы үшін сабыр болсын. Бұдан иншалла өтеміз деп сабырлықты сол кезде сақтайсыз. Одан кейін барып ол ситуацияның шешілу жолдарын Аллах тағала иншалла көрсетеді. Өйткені Медина қаласына ондай ситуациялар болады, Мекке қаласында да болады. Сондықтан да осыған дайын болыңыздар, жарай ма? Ашуланатын ситуациялар болады. Біреудің бір қылығы ұнамауы мүмкін, біреу шіркеніш көруі мүмкін, біреу сізді ашуландырып жіберуі мүмкін. Оның барлығына жоғарыдан тәкаппарлықпен қарамау қажет, оның барлығын дұрыс қабылдау қажет. Одан кейін барып Медина қаласына болдық, 4 күндей болдық. Уақытымыз альхамдулилля жақсы өтті. Раудаға да кірдім, 2 ракат намаз оқыдым. Және де Медина қаласында өзінің жасалатын экскурсиялар бар, яғни Құрма бағы, Ухуд тауы, одан кейін Құба мешіті деген секілді жерлер, соларға зиярат жасадық, көрдік. Бәрі жақсы өтті, күндерінде берекелі өтті, Аллаға шүкір. Тез өтіп, көз ашып жұмғанда тез өтіп кету деген ондай болған жоқ та. Барынша өзім келер кезде ниет етіп келгем, мынандай әрекеттер жасаймын деп, сол әрекеттердің барлығын Алланың қалауымен жасадым. Медина қаласынан шықтық, енді Мекке қаласына бара жатамыз ғой. Мекке қаласына барар кезде мешіт бар да, ол мешіттің атын ұмытып тұрмын. Сол мешітке Мединадан шыққан кезде сол мешітке кіріп 2 ракат намаз оқу арқылы адам ихрам халіне кіреді. Яғни Мекке қаласына бірінші умрасын жасау үшін ихрам халіне кірген кезде болды, менде сразу намаз оқып болғаннан кейін екінші сынақтар басталды. Ол Медина қаласындағы сынақтардан ауырлау болды, яғни менің ашуым келетін, өте қатты ашуым келетін бір ситуация болды. Бірақ сол кезде мен өзімнің тәкаппарлығын бәрін жинастырып қойып, барынша өз-өзімді сабырлы сақтадым. Шүкір, сабырлы сақтағаным үшін не істеп кетпеген Алланың қалауымен, яғни Алланың арқасында сондай сабырлы болдым. Егер күпірлік жасап кетсем, өзіме қиын болатын еді да, яғни Алланың сынауын өтпейтін едім. Одан өттік, одан кейін біз автобуспен бардық, Мекке қаласына жеттік.